Соңғы аптада облыс аумағында ауа температурасының жоғарылап, адамдардың су айдындарында жиі баруына байланысты төтенше жағдай департаментінің мамандары адамдардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі негізгі іс-шаралар жоспарын әзірледі. Жоспарға сай 70 мыңнан астам оқушы мен дәрістер, 32 оқу орнында 4100 оқушыны қамтитын жас құтқарушы жасақтары құрылған. Төтенше жағдай департаментінің өкілдері аталмыш мәселе бойынша жұмыстар жүргізіліп жатқанымен көбінесе тұрғындар қауіпсіздік ережелерін сақтамайды дейді. Су объектілерінде балалардың жарақаттануының алдын алуға бағытталған суреттер мен плакаттардың 365 конкурсы, денсаулық сақтау өкілдерінің қатысуымен 300-ден астам сынып сағаттары, білім беру мекемелерінің кітапханаларында дидактикалық ойындардың көрмелері ұйымдастырылды. 40 мыңнан астам ата-ана қатысқан жиналыс өткізілді. Өткен демалыс күні Сосновый Бор демалыс базасы маңында селфи жасамақ болған студент пен оқытушы Есіл өзеніне батып кеткен еді. Мамандар қайғылы оқиға қауіпсіздік ережелерін сақтамағаннан болғанын айтады. Бүгінгі таңда балалардың жазғы қауіпсіз демалысын қамтамасыз ету мәселесі білім басқармасының бақылауында. Хотелось бы обратиться к родителям. Балалар су қоймаларына бақылаусыз барып шомыла бастағанына назар аударғым келеді. Сондықтан ата-аналар сақ болыңыз. Балалардың су қоймаларына қараусыз жібермеңіз және жабдықталмаған жағажайларға баруға толық тыйым салыңыз. Демалыста болған кезде спирттік ішімдіктерді ішпеңіз, өйткені біздің балаларымыздың өмірі мен денсаулығы сіздің жағдайды бақылауыңызға тікелей байланысты. Солтүстік Қазақстан облысының аумағында 60-қа жуық өзен, 2000-нан астам көл және 117 қазан шұңқыр бар. Әкімдіктің қаулысына сәйкес 12 көл мен Есіл өзенінде орналасқан 58 орын ғана қауіпсіз шомылуға жарамды. Облыс аумағында өлім қаупі жоғары Есіл өзені, Алакөл, Соленый, Лебяжі, Үлкен Таранғол, Шалқар және Имантау көлдері. Соңғы 8 жылда облыс бойынша 189 адам суға батып кеткен, оның 27-сі балалар, 200-ден астам адам құтқарылған. Ақнұр Қайырбек, Жұлдызбек Ермұқанов, Первый Северный телеарнасы.